сөз кезегін облыстық мәдени сауық және халық шығармашылық ғылыми әдістемелік орталығының басшысы Қанафина Индира Бақытқызына беріледі. Құрметті жерлестеріміз, сәлем бердік. Дұғай сәлем біздің облысымыздан, басшыларымыздан. Мінекей мына жобамызға «Жымиясын сенеге» атты жобамызға 20 жылдан астам болды. Енді биыл сондай шешімге келіп отырдық. Неге біз Қарқаралыға осы жобаны апармаймыз? Жастардың бастарын неге қоспаймыз? Туризмді дамытуға бағдарламаның аясында керемет жоба, сондықтан сіздер үшін бөлім келіп отырмыз. Әрдайым осылай жастар өздеріңіз жерлеріңізді құрметтеп, бір-бірлеріңізге үлгі болып дегендей, сіздерге бақытты жол тілеймін, абыройлы жол тілеймін, құрметті жол тілеймін. Үлкендеріңіздің батасына ие болып жүре беріңіздер. Осы жоба әрине Қарағанды облысының әкімшілігінің, Қарағанды облысының мәдениет архивтер құжаттама басқармасының қолдауының арқасында өтіп отыр. Мінекей бүгін қаншама облыстар жап-жас біздің жігіт қыздарымыз келіп отыр, қаншама командалар келіп отыр. Бірақ ешкімді бос жібермейміз. Бірінші, екінші, үшінші орын және номинация бойынша әрқайсысы жақсы бір теңгелермен қайтады. Жолдарын ақтайтындай. Ал енді сәттілік тілейміз. Қазір Қазылар алқасына сөз берейік. Тамаша. Қазылар алқасының Қазақстан Республикасының жазушылар одағының мүшесі, Қарқаралы аудандық мәдениет үйінің әдіскері жанашыр ағамыз ақын Руслан Нұрбай ағамызға қолдап беріңіздер. Енді мынандай нәрсеге бар ғой, жүрегі шықпаймын. Көзіңді бақырайтып қойып, күллі құпияңды ашады екен. Ал енді міне, бұл енді бүгінгі күн күлкіге көмкерілген жоқтау болды бізде. Өйткені Мартөктей азаматтық кеткенде қанша жыл болды міне. Ішімізде тыншылғанмен жымиясың сенеге сонау 15 сәуір қозы көрпеш баян сұлу күнін бекіткеннен 1 сәуір, сол сәуірден бастап Мартбектің есі бір көктеммен бірге келеді. Күлкі, көңіл солай. Енді мен Мартбек ағамызды